өте перегруженный. Қайта-қайта үзіліп кете береді, қайта-қайта интернет жоғалып кете береді. Жалғастыра берейін ба? Жоқ әлде қояйын ба? Сіздердің мазаларыңызды алып кеттім ау. Дүниедегі ең жаман нәрсе сөзді бөлу ғой. Ғафу өтіңіздер. Сіздер білесіздер, Совет үкіметі орнағаннан кейін мынау біздің бүкіл батырлар жырына кәдімгідей репрессияға түседі. Содан фашистер деп айтайық, немістер деген дұрыс емес, фашистік. Германия Сталинград түбіне жақындаған кезде Сталин жанын ұшырып, жаны мұрнының ұшына келіп, анау қазақ солдаттарының жауынгерлер рухын ояту үшін сол репрессияға түскен жырларды қайтадан указбен қалпына келтіріп, майданға алдырып, жыршыларды сағаттап жырлайды екен. Жыршылар рухын көтеру үшін, білесіз бе? Сонда қазіргі кездегі егер біз қазіргі сол Сталиннің жаңа миы жеткен нәрсеге біздің қазір миымыз жетпей отыр да. Біз мысалы қазіргі кездегі сол қисса дастандарға қазақтың рухы тұнып тұрған шекемізден қараймыз да, менсінбей қараймыз. Сондықтан біздің ақылымыз таяз болатын, сондықтан өрісі тар болатын, сондықтан міне сондықтан мына енді қараңыздар. Сонда рух деген ақыл. Енді біреулер айтады, мысалы ол Абайдың мысалы рухы мені қолдайды десем, бәрі қазіргі кезде мынау қорқып қалған ғой. Рух деген нәрсені қолдайды деп, болды ширк деп шыға келеді. Сонда мен айтамын, Абайдың ақылы қолдайды десем, деп ойланып қалады, ол дұрыс екен дейді. Міне қараңыздар. Бұл жерде енді міне жаңағындай әңгімелер міне Омар саған жарасады. Өте тамаша. Сен солың шеберісің. Сол сабақтың шеберісің. Бірақ сен оны қазір менсінбей жүрсің да, сен енді дінге қарай жаңағы мұллаларға жақындап жүрсің. Қайталап айтам. Осы даналықты насихаттауыңды жалғастыр бала. Іншек. Ал ендігі жерде жаңағы мысал үшін Абайдың әруағы қолдайды деп айтқанға ұялып, Абайдың ақылы қолдайды десең, онда сен ширк қосып тұрсың. Рух Алланікі, ақыл Абайдікі. Значит, сен Абай мені Құдай емес, Абай қолдап тұр деп айтып тұрсың. Абайдың ақылы маған көмек жасап жатыр деп. Жоқ. Адам баласына Алла рухын жүрегіне қойып қойғанда, жаңағы аманатқа, ол именно жаңағыдай соны малдан сонда. Малда рух жоқ, жан ғана бар. Онда ақыл бар, бірақ онда сана жоқ. Саналы ит дегенді естімейсің мысалы үшін. Адамның айырмашылығы. Онда сана бар, разум. Және Алла сол жаңағы рухың несін қойып? Оның бәрін істеп тұрған Алла. Жаңағы сөзді батырлар жырын оқыған кезде жаңағындай әруақтар кеп қолдап жатыр. Ол жаңағы сен оқыған аналағы термеші Бекболаттардың айтқан сөз. Сол сөздердің әруақтардың естілер кеп сендерді қолдап жатыр. Абайдың әруағы қолдаса, ол жаңағы Абайдың жаны менен рухы, Алланың рухы жалғасып, екеуі ол әруақ деп аталады. Алланың әмірін орындайтын дүние. Онда сені Абайдың әруағы қолдады десең, Құдай қолдап жатыр. Ал енді сен оказывается Абай екен сенің Құдайың. Ол болмайды. Байқайсың өзің. Сенің Құдай Абай болып барады, басқаның Құдай сен болып барасың. Міне осыдан барып жаңағы Алланың Алланың рухын ойламаудың осыдан шығады. Өйткені Алланың рухын қайтады олар, қайтады. Олар Абайдың ақылымен де жүре беруге болады екен ғой. Сен солай айтып отырғасын басқа не демейді? Міне барлық шатасу дүниенің барлығы осында. Біз енді сол ақыл, өйткені рух деген ол ақыл деген нәрсе да. Рух деген дінсіз таза ақыл бар адамда. Біреуі бастағы ақыл, суық ақыл, есепке құрылған. Міне әбден шатастық каша болды деген осы болады. Айналайындар.
ақымақ адам айтады ғой, ақыл алтау, ойын жетеу отыр дейді. Тағы бір ойға бір ақыл жетіспейді деп. Қаншама оқиды, ақыл көп, ал рух біреу, және ол Алланың рухы. Алла жалғыз болсын, оның рухы да өзінде.